Сегодняшнее мероприятие по конным национальным видам спорта, посвященное 30-летию независимости нашей страны, проводится под руководством при поддержке акимата города Нур-Султан. Спортивные состязания, особенно по национальным видам спорта. Желаю успехов спортсменам. В этом соревновании участвует более 70 спортсменов со всех точек нашей страны. Енді ай сайын, әр айдың 17-сі күні осындай ат бәйгесін ұйымдастыруды біз бастап отырмыз. Құдай қаласа, бұл енді тұрақты түрде өтеді, дәстүрлі түрде. Одан кейін тек қана елордада емес, Қазақстан бойынша өткізуге біз күш саламыз. Қуаныштымын бүгінгі бәйге өткеніне. Бәйге 1 жыл болды енді жүргенімізге. Осы бүгін отқан ақшалы сыйлықты өзімнің атыма жұмсаймын. Витамин аламын, бүкіл ер-тоқым, жүген, қамшысын солай.